Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен өзім жасап жүрген бауырсақтың құрамымен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, воздушный болып шығады. Бауырсақтың құрамы өте қарапайым. Ең алдымен таза ыдысымызға жылы сүтті құйып, үстінен дрожж, қант, тұз, жұмыртқа барлығын салып, бір келкі болғанша араластырып аламыз. Толығымен араластырып болған соң, үстінен ұнды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Ұнның тығыздығына, салмағына байланысты нақты мөлшері жоқ. Сол үшін ұнды бөліп, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырды жақсылап үйлеп, бетін жауып, жылы жерге 40 минутқа қоямыз. Қамыр ашып дайын болды. Енді ұн сеуіп, бауырсақ жасай береміз. Қамырды ыдысынан түсіріп, бөліктерге бөліп жаятын боламыз. Қамырды 2 см қалыңдықта жаямыз, және жайып болған соң неше түрлі формада кесіп, 10 минутқа бетін жауып, демалдырып қоямыз. Және алдын ала сұйық майды қыздырамыз. Міне біздің бауырсақтарымыз дайын. Қызып тұрған майға пісіріп ала берсек болады. Барлығын видеодағыдай пісіріп ала береміз. Осы рецептпен жасасаңыз, бауырсақтар өте жұмсақ, дәмді және воздушный болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз.
Бауырсақ өте жұмсақ, керемет, воздушный болып шықты. Каналға тіркеліп алыңыз. Неше түрлі жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.